Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы киіз үй. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Мынау не? Бұл киіз үй. Ал балалар, енді екінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Киіз үй қандай? Киіз үй үлкен. Киіз үй кішкентай. Үшінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Дөп-дөңгелек біздің үй, дейді мұны киіз үй. Қайталаймыз. Дөп-дөңгелек біздің үй, дейді мұны киіз үй. Ал балалар, ендігі орындайтын тапсырмамыз төртінші тапсырма. Бастыр, боя. Қанекей, мына берілген киіз үйді бастырамыз және бояймыз. Ал балалар, барлығымыз тұрып, бір сергіту жасайық. Қане қанат жазайық, қарлығаш боп ұшайық. Ұшып-ұшып алайық, орнымызға қонайық. Қанекей, тағы бір қайталайық. Қане қанат жазайық, қарлығаш боп ұшайық. Ұшып-ұшып алайық, орнымызға қонайық.